Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Құрметті оқушылар, кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта бір маңызды тақырыпты өтеміз. Бұл Қазақстан тарихындағы жалпы, менің ойымша, осы ең үлкен тақырып, ең ұзақ тақырып бұл Ұлы Отан соғысы. Өте көп информация бар, бірақ көпшілігімізге таныс адамдарды өтеміз, оқиғаларды өтеміз, шайқастарды өтеміз. Көпшілігі таныс, сондықтан жеңіл өтеді деп ойлаймын, өзі ұзақ болса да. Ал көп созбай сабақты бастайық. Жалпы негізі, құрметті оқушылар, бізде Ұлы Отан соғысы деп атаймыз, 41-45 жылғы соғысты. Яғни Германиямен, фашистік, нацистік Германиямен Кеңес одағының соғысын Ұлы Отан соғысы деп атаймыз. Бірақ бұл термин тек Кеңес одағы елдерінде ғана қолданылды. Жалпы әлемдік терминде ол екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы деп қолданылған, Ал екінші дүниежүзілік соғыс деген ол 39-шы жылы 1 сентябрь, яғни 1 қыркүйекте басталды. Германия, нацистік Германия Польшаға басып кіреді, Міне осы кезден басталады, 1 қыркүйектен. Ал екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды 2 сентябрьде. 2 қыркүйекте 1945 жылы. Сонда 1 сентябрьде басталып, 2 дүниежүзілік соғыс 2 сентябрьде аяқталған. Бірақ ортасында 6 жыл бар, 2 сентябрьде мынау нацистік Германияның одақтасы Жапония, милитаристік Жапонияның капитуляциясы, яғни тізе бүгуімен бұл адамзат тарихындағы ең үлкен соғыс аяқталады. Міне сол соғыстың ең үлкен адамзат тарихындағы ең үлкен соғысты бір бөлшегі бұл Ұлы Отан соғысы. Бізде Ұлы Отан соғысы деп те енді қазіргі заманауи тарихта қолданбайды, Бұны шығыс майдан деп қолданылады. Екінші дүниежүзілік соғыстың немесе Германия мен Кеңес одағының соғысы, Бірақ кітапта осылай жазылған, сондықтан Ұлы Отан соғысы деп өтеміз. Ал енді екінші дүниежүзілік соғысты Германия бастады дедік, Негізі Германия, құрметті оқушылар, Германия ғана бастаған жоқ. Оған Кеңес одағы, яғни КСРО-ның да ықпалы зор болды. Себебі мынау Германия мен Кеңес одағы алдын ала болжаған, алдын ала Европаны бөлшектеген. Яғни келісім. Екінші дүниежүзілік соғысты Германия мен Кеңес одағының келісімі нәтижесінде басталды десек дұрыс болады. Яғни екеуі мына ортасындағы Польшаны бөліп аламыз деген. Шығысы Кеңес одағы, батысы Германия бөліп аламыз деген, Міне бұны Риббентроп-Молотов фактісі дейміз. Сол факті бойынша, былайша айтқанда, Польшаны бөліп алған, сол бойынша Германия батысына, Кеңес одағы шығысына жорық жасады. Міне сөйтіп бөліп алды. Не керек? Осымен енді екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Оны бастаған жалғыз Германия емес, Кеңес одағында үлкен несі бар, үлесі бар. Кеңес одағы ешқандай да сүттен ақ, судан таза мемлекет болмаған, Соны түсініп алыңыздар. Енді Германия Польшаны басып алады. Одан қала берді Европаның жанындағы, енді Польшаның алдында Чехословакияның біраз бөлігін басып алады. Австрияны басып алады. Одан қала берді Европаның көп елдерін, шағын елдерінің көбісін жаулап алады. Аз ғана уақыттың ішінде, бір жылға жетер жетпестен Европаның көп бөлігін жаулап алады. Тіпті Францияның өзіне басып кіріп, бір 2 айдың көлемінде Парижді басып алады. Франция, былайша айтқанда, тізе бүгеді Гитлерлік Германияның алдында. Міне көп бөлігін жаулап алды Европаның. Италияны неге жауламады? Италия себебі одақтасы болды, Муссолини деген нағыз фашистік жүйенің негізін қалаған адамның бірі ғой, Италиядағы. Сонымен одақтас болды. Енді Германия Англияны әуеден бомбылады, құрлық арқылы барамады, өйткені ортасын су бөліп атты. Сондықтан Германия бірінші Кеңес одағын жаулап алайын. Кеңес одағы енді мұнай мен газға ең бай аймақ қой. Мұнай мен газға ең бай аймақты басып алсам, энергетикалық тұрғыдан тәуелсіз болам.
Сондықтан бар күшімді кеңес одағына жұмылдырып, жаулап алғаннан кейін бар күшімді Англияға, одан қала берді ақш-қа салам деп ойлады. Сол бойынша Гитлер кеңес одағын жаулап алу туралы үлкен жоспар құрады. Ол жоспарды 40 жылы жасаған. Міне қараңыздар, ол жоспар Барбаросса жоспары деп аталады тарихта. Жалпы өзінің құрған жоспары. Ол бойынша кеңес одағының маңызды қалалары бар, иә? Ленинград, Москва, Сталинград, Киев деген сияқты. Сол қалаларды бірнеше апта, 6-8 аптаның ішінде жаулап алу туралы үлкен жоспар. Сол кішкентай ғана уақытта тез жаулап алам деді. Енді арасында Киевте бар, Одесса, Севастополь, Минск деген маңызды қалалар бар. Соны тез жаулаймыз. Сосын негізгі кеңес одағының 3 қаласы бар ғой: Ленинград, Москва және Сталинград. Сол шайқастарда жеңіп, сол қалаларды жеңсек, кеңес одағы өзі-ақ құлап тынады деп ойлады, иә. Сонымен енді сол жоспар, Германияның жоспары Барбаросса 40 жылы желтоқсанда қабылданған. Мақсаты 6-8 аптада кеңес одағын жаулап алу. Сөйтіп кеңес одағының Архангельск, Еділ, Астрахан бойына шығу. Сонда кеңес одағы өзі-ақ адырап, тынып бізге беріледі деп ойлады. Бұл жоспардың түрі Блицкриг деп аталады. Блицкриг деген жедел соғыс, қауырт соғыс, жылдам соғыс деп аударамыз, яғни. Осы жоспар бойынша, Барбаросса жоспары бойынша 1941 жылы 22 маусым күні кеңес одағына соғыс жарияламастан, ешқандай, былайша айтқанда, ескертпестен, кенеттен, яғни төтесінен, тұтқиылдан басып кіреді. Сөйтіп, Ұлы Отан соғысы басталды дейміз, 22 маусым 41 жылы. Неге Ұлы Отан соғысы деп атаймыз? Себебі 22 маусымнан кейін бір 10 шақты күн Сталин, енді ол кезде кеңес одағының басшысы Сталин ғой. Сталин ешқандай мәлімдеме жасамайды, халық алдында шықпай қалады. Сөйтіп, бір 10 шақты күннен кейін 3 шілдеде Мәскеудің метросынан халыққа үлкен радио арқылы үндеу жасайды. Сол үндеуінде бұл соғысты Ұлы Отан соғысы деп атайды. Сондықтан одан кейінгі кездердің барлығында бұл соғысты кеңес одағы Ұлы Отан соғысы деп атады, иә. Осы мәлімдемесінде Сталин мобилизация жариялайды. Яғни мобилизация дегенді білеміз, иә, бейбіт адамдарды әскер қатарына алу, запастағы адамдарды әскер қатарына алу, бүкіл күшті соғысқа жұмылдыруды мобилизация дейміз. Енді Қазақстанның үлесі өте көп болды, құрметті оқушылар. Қазақстан бұл соғыстың жеңіп шығуына өте үлкен үлес қосты. Мысалға, Қазақстанда соғыс жылдары әскери дайындықтан 2 миллионнан астам адам өтті. Ол деген өте көп көрсеткіш. Қазақстанда әскери 27 оқу орны құрылды. Ол оқу орындарында 16 мың офицер дайындалып шықты. Ол оқу орындарынан 42 мың адам оқуға жіберілді, оқып шықты деген сияқты. Солардың ішінде Иван Каджидуб деген кісі бар. Жалпы бәленбай миллиондаған адам соғысқа қатысты ғой. Сода мысалға бір ғана Қазақстанда алайық, бір ғана Қазақстанда нақты дерек бойынша 1 миллион 200 мың адам қатысқан. Кейбір деректер бойынша 1,5 миллионға жуық адам соғысқа қатысқан Қазақстаннан. Соның ішінде тек, оқушылар қараңыздар, тек 497-сі ғана кеңес одағы батыры атағын алған. Бәленбай миллиондаған адам кеңес одағы батыры атағын алуға ұмтылған. Тіпті солдаттар ғана емес, тіпті генералдардың өзі, үлкен офицерлер, капитан, командирлердің өзі кеңес одағы батыры атағын алуға ұмтылған. Көбісі аламай кеткен. Ал мына Иван Каджидуб деген бір рет емес, даже 3 рет кеңес одағы батыры атағын алған Иван Каджидуб деген. Осы Шымкенттегі Шугуев авиаучилищесінде оқыған. Шымкенттіктер бұл кісіні жақсы тәрбиелеген. Соның арқасында үлкен ерлік көрсетіп, бір емес, екі емес, 3 рет кеңес одағы батыры атағын алған екен. Қазақстаннан жаңа ғана айтқандай,
әскер қатарына 1.200.000 адам шақырылған. Қазақстаннан 12 атқыштар дивизиясы, 4 аттаскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар құрылған. Қазақстан әскердің маңызды әскери базасына айналған. Мысалға, алғашқылардың бірі болып, Қазақстаннан құрылған 312-ші атқыштар дивизиясы соғысқа шығады. Яғни алдыңғы шепке жіберілген. Оны Қазақстанда құрылған 312-ші атқыштар дивизиясының командирі Александр Наумов басқарады дейміз, иә. Сонымен қоса тағы да алғашқылардың бірі болып Мәскеуді қорғаған, Мәскеудегі алғы шепке жіберілген бұл Қазақстанда құрылған, Алматыда құрылған 316-шы атқыштар дивизиясы. Міне Алматыдан Мәскеуге барған. Бұның командирі Иван Панфилов дейміз, иә. Мәскеуді қорғап, батырлықпен тарихқа енген дивизиялар мен олардың командирлері, жаттаңыздар. Енді Кеңес одағына Германия жаңа айтқандай 1941 жылы тұтқиылдан 22 маусым күні басып кіреді, ешкімге ескертпестен. Сол кезде Германия мен Кеңес одағының арасындағы шекарада орналасқан үлкен қамал болды. Ол қамал Брец қамалы деп аталды. Брец қамалы, оқушылар, Германияның тұтқиылдан шабуыл жасаған әскеріне, Германия жалпы Кеңес одағымен шекарасы теңесті ғой. Сол кезде жалпы саны бір мезетте 3 миллионға жуық әскерін бірден лап қойған Кеңес одағына. Сода көптеген әскери бөлімдерін тежеген осы Брец қамалы. Брец қамалы Германияның көптеген әскерін тежеп қалды 3-4 күнге. Соның арқасында Кеңес одағының басқа аймақтарындағы әскери былайша айтқанда бөлімдер соғысқа дайындалып үлгерді. Соғыстың басталғанын Кеңес одағы біліп және дайындалып үлгерді көбісі, Брец қамалының арқасында. Енді сол Брец қамал, Батыр қамалдың ішінде соны қорғаған қазақстандықтар да болған. Мына Брец қамалы 41 жылы 22-24 маусым аралығында немістермен соғысқан. Немістердің ең алғашқы соққысы осыған бағытталды дейміз. Осының ішінде Мүсірепов, Лабанов, Абдрахманов, Иманқұлов, Жұматов, Фурсов, қазақстандықтар осы кісілер қамалды қорғап, батырлық, ерлік көрсеткен дейміз, соңына дейін шайқасып, ерлікпен қаза тапқан. Бұл қамалды басында енді бағаламады, соғыс біткеннен кейін де бағаламады. Кейіннен барып 1965 жылы барып дәлелдеп, бұл қамалға Батыр қамал деген атақ берілді дейміз. Осы қамалдың жанындағы, яғни шекара маңындағы әскери авиа училищесінде қызмет еткен Бақтыораз Бесекбаев алғашқы соғыстың алғашқы күндерінде көзсіз ерлік көрсетіп қаза табады. Міне 41 жылы, яғни 26 маусым күні әуеде үлкен соғыс болады немістер мен Кеңес одағы енді ұшқыштардың арасында. Сол кезде өзінің жанып бара жатқан ұшағын жау танкілерінің колоннасына, яғни жау танкілері шоғырланып тұрған жерге үстіне түседі. Бұл енді жалғыз өзі басқармаған самолетті, яғни ұшақты. Маслов экипажының құрамында болған. Сол Маслов экипажының құрамындағы осы Бақтыораз Бесекбаевпен бірге жау танкісінің үстіне құлап қаза тапқан. Басында бұлардың ерлігін білмеді. Ерлігі былайша айтқанда ескерілмеді. Кейіннен дәлелденді. Ең бірінші қазақстандықтардың ішінде ең бірінші осында ерлік көрсетті. Яғни жанып бара жатқан өзінің ұшағын жау танкісінің шоғырына құлатып қайтыс болды. Бұны енді камикадзе дейміз ғой, өз-өзіне қол жұмсау, ерлікпен қаза табу, Бұған кейіннен марапат береді. 96 жылы сол кездегі Ресейдің президенті Ельциннің бұйрығымен Ресей Федерациясы Батыр атағы берілсе, 98 жылы Назарбаевтың бұйрығымен Қазақстан Республикасы халық қаһарманы атағы берілді дейміз. Енді үлкен шайқастардың бірі, каждый шайқасты айтып шығамыз, сол үлкен шайқастардың бірі Мәскеу үшін шайқас. 41 жылы 30 қыркүйектен 42 жылы 20 сәуір аралығында Мәскеу түбінде шайқас болған. Мына енді Мәскеу түбіндегі шайқас бұл Тайфун операциясы бойынша болды.
Жалпы немістердің Мәскеуді жаулап алу туралы үлкен жоспары болған. Сол жоспары Тайфун операциясы деп аталады. Тарихтағы үлкен операциялардың бірі. Бұл операция бойынша Мәскеуді тез-тез басып алып, соғысты тез-тез аяқтау. Өйткені Мәскеу Кеңес одағының астанасы болды. Мәскеуді алатын болса, Кеңес одағы үлкен тірегінен айырылып, тіпті соғыста жеңілуі әбден мүмкін деді. Өте қатты ықтималдылық жоғары соғыста жеңілу астанасы не дегенмен, сондықтан Мәскеуді жаулап алуға қатты тырысты дейміз, иә. Осы Мәскеуді қорғауға қатысқан, яғни Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысқан қазақстандықтар өте көп болды. Сол қазақстандықтардан құралған, яғни Алматыда құрылған 316 атқыштар дивизиясы Мәскеу түбіндегі ерлігі, былайша айтқанда, таусып бітпейсін, шетсіз қазақстандықтардың ерлігі. Бұл дивизияны Иван Панфилов басқарған, Алматыда құрылған, Мәскеу түбінде шайқасқан. Мәскеу түбіне 30 километр жақын қалған немістің әскерлері. Сол 30 километр шепте бұлар алдыңғы шепке шығарып, 316 атқыштар дивизияны барынша ерлікпен Мәскеу түбін қорғады дейміз, иә. 28 Панфиловшының ерлігі арқасында 28 Панфиловшы, яғни осы дивизияны адам жауынгерлеріне Кеңес одағы батыры атағын берілген. Бұны енді көбінесе тарихта аңыз деп те аталады бұлардың ерлігі. Не дегенмен, бірақ бұл дивизия қатты ерлік көрсеткен, бірақ 28 Панфиловшы пәленбай немістің танкісін, пәленбай мыңдаған немісті өлтірді, пәленбай техникасына зардап келтірді деген енді өтірік деп атады белгілі тарихшылар. Бірақ кітапта бар, сондықтан жаттаңыздар. Иван Панфилов жаңағы 316 атқыштар дивизиясын басқарған. Мәскеуге кіреберістегі Волоколамск тас жолы бар. Сол тас жолдың бойында үлкен ерлік көрсетеді. Сол шайқастарда Иван Панфилов қайтыс болады, қаза табады. Қайтыс болғаннан кейін ол басқарған 316 атқыштар дивизиясы 8-ші гвардиялық дивизия деп өзгеріп, сол дивизияға Иван Панфиловтың есімі беріледі. Осы 8-ші гвардиялық дивизия кейіннен Қызыл Ту орденімен марапатталған. Тағы да Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен Қазақстанда құрылған бұл 238-ші атқыштар дивизиясы, оның командирі Георгий Коротков дейміз, иә. Коротков басқарған дивизияда Қызыл Ту орденімен марапатталған, кейіннен 30-ші гвардиялық дивизия деп аталады. Одан қала берді Алматыда, Ташкентте, Фрунзеде құрылған, яғни солардың курсанттарынан дайындалған Мәскеу үшін шайқасқан 39-ші жеке атқыштар бригадасы да бар, Мәскеуді қорғап қалған. Жалпы бұл дивизия, бұл бригада орталық Азиядағы мемлекеттерден құрылған бригада дейміз, иә. Жалпы Мәскеу түбінде ерекше ерлік көрсеткен батырларымыз бар. Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин, Төлеген Тоқтаров, Рашид Жанғожин, Рамазан Елебаев, Төлеуғали Әбдіков жеке-жеке ерліктерін айтатын боламыз. Бірінші Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысы дейміз ғой енді. Ұлы Отан соғысының ішіндегі ең ерекше тұлғалардың бірі, халық жадында ерекше сақталып қалған. Бауыржан Момышұлы Сырдария облысы, сол кездегі Әулиеата уезінде, қазіргі Жамбыл облысы Жуалы деген ауданда дүниеге келген. 1910 жылы дүниеге келіп, 1982 жылы қайтыс болған. Жалпы 72 жас өмір сүрген. Алғашқы қызметтері мұғалім болған, ауткомның хатшысы, төраға орынбасары, мемлекеттік жоспарлау қызметшісі, банктік менеджер сияқты қызметтер атқарған. 32 жылы әскерге шақырылып, әскери борышын өтеп келеді. 36 жылы соғыс қаупі туған соң запастағы жауынгерлер шақырған кезде қайта әскерге шақырылады. Сөйтіп, взвод командирі, одан кейін рота командирі болып қызмет атқарған, қиыр шығыста Украина жерлерінде қызмет еткен. Ал соғысқа 316 атқыштар дивизиясының құрамында, яғни Иван Панфилов басқарған дивизияның құрамында Алматыдан аттанады. Бұл батальонды басқарады. Соғысқа комбат, яғни командир батальона
яғни батальон командирі деген атақпен барған. Соғыста өзінің батальонын 27 рет жау қоршауынан аман алып шыққан. Сол үшін де үлкен ерлік көрсеткен, үлкен бұл рекорд негізі. Кеңес одағының батыры, бірақ қайтыс болып кеткеннен кейін 90-шы жылы бірақ беріледі. Халық қаһарманы атағы 95-ші жылы берілген Қазақстаннан, ал ғасыр адамы атағы 2000-ші жылы беріледі дейміз, өзі қайтыс болып кеткеннен кейін. Бауыржан Момышұлы тек қана әскери адам емес, сонымен қоса жазушы болған, көп еңбектер жазған. Соның бірі офицер жазбалары, артымызда Москва, генерал Панфилов, ұшқан ұя, соғыс психологиясы, қанмен жазылған кітап деген сияқты атақты кітаптардың авторы дейміз. Так, одан кейін енді бұл кісіні көп елдердің әскери оқу орындарында бұл кісінің еңбектерін оқытады. Тіпті Кубаның революционері, Кубаның басшысы Эрнесто Че Гевара, одан кейін Кубаның басшысы болған Фидель Кастро, осы Бауыржан Момышұлы өзінің кумир санаған. Олар Бауыржан Момышұлы біздің кумиріміз деп. Сол бойынша, олардың өтініші бойынша 1963 жылы Бауыржан Момышұлы Кубаға барып, сол әскери адамдарға үлкен лекция оқыған дейміз. Кейіннен енді орыстың атақты жазушыларының бірі Александр Бек осы Бауыржан Момышұлы жайлы Волоколамское шоссе деген еңбек жазған. Қазақша арпалыс деп аударамыз. Енді Бауыржан Момышұлы бітті мақұл. Келесі Мәскеу үшін шайқасқан Кеңес одағы батыры атағын алған Төлеген Тоқтаров. Бұл жау штабына басып кіріп, Бородино селосында Мәскеу түбінде жау штабына басып кіріп, 5 неміс офицерін, арасында генералдар да болуы мүмкін, соларды өлтірген дейді. Сол үшін Кеңес одағы батыры атағын берілген. Көзсіз ерлік. Келесі Мәлік Ғабдуллин. Мәлік Ғабдуллин ротаны басқарған, ротаның саяси жетекшісі болған. Өзінің ротасын, яғни бөлімшесін жау қоршауынан аман алып шыққан. Үлкен жау қоршауына түсіп қалған. Сол үшін Кеңес одағы батыры атағы берілген Мәскеу түбіндегі шайқаста. Келесі Рамазан Амангелдиев. Бұл енді Амангелді Иманов бар ғой, атақты көтерілісші, 16-шы жылғы торғай көтерілісінің басшыларының бірі. Сол Амангелді Имановтың баласы, ұлы Рамазан Амангелдиев. Бұл енді Серпухов маңындағы ауылда, былайша айтқанда, қаза тапқан ерлігімен. Соңғы шайқасында 13 фашистің көзін жойған дейміз. Мәскеу түбіндегі шайқасқа ерлік көрсеткен. Келесі Мәскеу түбіндегі шайқас бітті. Келесі бұл Сталинград түбіндегі шайқас. 17 шілде 42 жылдан басталып, 43 жылы ақпанына дейін созылған шайқас дейміз. Негізі Германия ең көп әскерін Сталинградқа жіберген. Себебі Сталинград жалпы екінші дүниежүзілік соғыстың тағдырын шешкен шайқас деп атайды. Көп тарихшылардың баға беруі Сталинград түбіндегі шайқас. Сталинград түбіндегі шайқаста Германия жеңілгеннен кейін Германия қатты әлсіреді дейді. Ал Сталинград түбіндегі шайқаста жеңгенде мүмкін Германияны жеңу өте қиын болатын еді дейді. Себебі Сталинградты жаулап алғаннан кейін, Кавказдағы Кеңес одағының ірі мұнай базалары Германияның қолына түсетін еді. Ал Германия мұнай базасын иеленсе, ол энергетикалық тұрғыда барлық қажеттілігін өтейтін еді. Қажеттілігі өтелген соң, оған соғысу да оңай болатын еді. Соғысты жалғастыру да оңай болатын еді. Сондықтан Сталинград түбіндегі шайқас өте маңызды шайқас болды. Міне, Сталинград түбіндегі шайқастың кесірінен, Сталинград бізге енді қазіргі Волгоград қой, біздің Батыс Қазақстанға қатты алыс емес. Шамамен енді 500 километрдей болып қалатын шығар. Бұл енді ұшақтар үшін қатты алыс жер емес. Арасы, былайша айтқанда, ұшақпен барсаң, 1 сағатта болмайды. Әскери ұшақтар үшін, әсіресе бомбалаушы ұшақтар үшін тез ұшатын. Сондықтан 42 жылы осы Сталинград майданындағы ұрыс үшін Қазақстан батыс өңірінде әскери жағдай енгізіледі. Атырау облысында, Орал облысында әскери жағдай, яғни құрлық арқылы неміс әскері Қазақстан территориясына кірмесе де, әуе арқылы Қазақстан территориясын, әсіресе Батыс Қазақстан жақты
біраз бомбалаған. Жәнібек, Сайхын, Шунгай станцияларын бомбалаған дейміз, әуе арқылы. Астрахан аймақтарында үлкен, былайша айтқанда соғыстар болған, әуе соғыстары. Енді Сталинград өте үлкен соғыс. Екінші дүниежүзілік соғыстағы ең үлкен соғыс десек те болады. Сол Сталинград шайқасына қатысқан қазақстандық атақты дивизиялар бар. 29-38 дивизия. 29 дивизия 72 дивизия болады. 38 дивизия 40-73 гвардиялық дивизия болып кейіннен өзгерген. Осы 78-73 гвардиялық дивизиялар Қазақстанда құрылып, Сталинградты қорғап қалуға өте қатты ерлік көрсеткен. 43 жылы 1 наурызда гвардиялық дивизияға айналған екеуі де. Енді әсіресе 73 гвардиялық дивизия негізі Сталинградтың бір 90%-ін неміс әскерлері жаулап алған, бір 10 шақты процентін ғана, шамалы аймағын ғана кеңес әскерлері бергізбей ұстап тұрды. Кейіннен енді бұлар кеңес үкіметі үлкен жоспар құрады. Сол жоспар бойынша кеңес әскерлері жеңіліп кетіп қалған сияқты көрінеді. Сондықтан енді неміс әскерлері Сталинградты басып алдық деп ойлап, кішкене босаңсиды. Сол мезетте артқы шеп пен алдыңғы шеп, яғни Сталинградты батыс бөлігі мен шығыс бөлігі кеңес әскерлері қосылып, Сталинград толық қоршауға алып, атақты былайша айтқанда немістің маршалы бар, Паульсон деген, соны қолға түсіреді. Сонымен қоса 300 мың неміс әскерін қолға түсірген. Бұл өте үлкен соғыс, немістер үшін өте ірі жеңіліс. Екінші дүниежүзілік соғыстағы ең үлкен масқаралық, осы масқаралық дейміз. 300 мың әскер тірідей кеңес әскерінің тұтқынына түсті. Сосын ең атақты маршалдардың бірі, немістердің соғыстарының полный жоспарын дайындаған Паульсон деген атақты маршал Гитлердің сол тұтқынға түскен. Тіпті Гитлер оны айырбастау үшін пәленбай мыңдаған солдаттарды, тіпті Сталиннің баласын ұсынған. Сенің балаңды қайтарамыз, пәленбай солдатыңды қайтарамыз, бізге Паульсон деген маршалымызды тұтқыннан босатып бізге қайтар деп. Бірақ Сталин мен жай сарбаздарды үлкен маршалға айырбастамаймын деген, өзінің баласына қатысты айтқан. Сондықтан енді олардың былайша айтқанда үлкен жеңілісі осы дейміз. Міне осы шайқасқа өте белсенді қатысқан бұл 73 гвардиялық дивизия. 73 гвардиялық дивизияның арқасында Сталинградты қоршаған немістерді қоршап тұтқынға түсіріп, тіпті атақты маршалы Паульсонды тұтқынға түсіруге осы дивизияның ерекше ерлігі себеп болды дейміз. 73 гвардиялық дивизия басшысы Ғани Сафиуллин. Бұл ерекшелігі үшін Сталинградтық дивизия деген атақ алды. Сталинградта осы 73 гвардиялық дивизияның ерлігі үшін Қазақ деген үлкен көшеге Қазақ деген атау берілді. Қазірге дейін бар. Волгоградта үлкен бір көше Қазақ деп аталады. Жалпы кеңес одағының да жалпы Қазақстаннан Ұлы Отан соғысына 1,5 миллионға жуық адам қатысты ғой. Соның 500-ге жетпейді, 497-сі кеңес одағы батыры атағын алды. Солардың ішінде 73 гвардиялық дивизия, ары кетсе енді 20 мыңдай әскер шығар. Осы 20 мың әскердің өзі 210 адамы кеңес одағы батыры атағын алған. Қалған 1 миллионнан астам адам Мәскеуде, Ленинградта, Курскіда, тағы басқа жерлерде ерлігі үшін 200 бір нәрсе кеңес одағының батыры атағын алса, мынау бір ғана дивизия 210 адамы кеңес одағы батыры атағын алған. Себебі Сталинград түбіндегі шайқас ең ірі шайқас дейміз. Шешуші шайқас болды. Немістерді масқара етіп жеңген шайқас болды дейміз. Енді кеңес одағы батыры атағын алған дивизиялар негізінен 3 мықты дивизия бар. Ол 73 гвардиялық дивизия 210 жауынгері, 72 гвардиялық дивизия 29 жауынгері, 8 гвардиялық дивизия Бауыржан Момышұлы басқарған осы 46 жауынгері кеңес одағы батыры атағын алған. Негізінен
Одан кейін Еділ мен Дон аралығы, яғни Сталинград бойындағы шайқастарда, Сталинградтың маңындағы шайқас Еділ мен Дон аралығында, сол жақта Кеңес одағы батыры атағын алған қазақстандықтар ұшқыш Нұркен Әбдіров, танкіші Тимофей Фазолотин, атқыш Гияз Рамаев, минометші Қарсыбай Спатаев дейміз, барлығы Кеңес одағы батыры атағын алған. Енді соғысқа, яғни көбісі Сталинград түбіндегі шайқасқа қатысқан. Бұл Оралдан 29 қазақ қызы қатысқан, 43 жылы алынып, Подольскі мергендер мектебін Тоқтамысова, Момынова, Бекетова, Нестеренко, Семенюк деген қыздар Подольскі мергендер мектебін бітіріп, Сталинград шайқасына қатысқан мерген болып, қазақтың қыздары, қазақстандық қыздар дейміз. Енді Нұркен Әбдіров Бақтыораз Бейсекбаевты алдында айттық қой. Ең алғаш өзінің жанған ұшағын жау танкісінің үстіне құлатып қайтыс болған деп. Соның ерлігін қайталаған қазақстандық Нұркен Әбдіров Қарағанды аэроклубын бітірген 39 жылы. Жалпы Ұлы Отан соғысында 16 рет әуе шайқасына қатысып, 17-шінде тапсырма орындау барысында ерлікпен қаза табады. Бұл енді Баковская Пономаренко ауданында ұшағын жау танкілерінің шоғырына құлатып қайтыс болады. Сол үшін 43 жылы өзі қайтыс болып кеткеннен кейін Кеңес одағы батыры атағы берілген. Келесі Әбдібай Құрмантаев, бұл да Қызыл ту орденін алған кіші лейтенант атағы болған дейміз. Толыбай Мырзаев, жалпы Сталинградта бір үй қалып кеткен ғой, немістердің қоршауында. Сталинградтағы Павлов үйі деген үлкен бір үй қалып кеткен қоршауда. Сол үйдегі қоршауда қалып кеткен адамдар соңына дейін шайқасады ғой немістермен. Пәленбай немістерді өлтіріп, соңына дейін берілмей шайқасады. Сол үшін де Павлов үйі ерекше ерлігімен көзге түскен жердің бірі. Сол жерде болған адамдар да өте ерекше көзге түскен адамдардың бірі. Көбісі қираған, қирандылары әлі күнге дейін сақталып қалған ескерткіш ретінде. Осыған қатысқан Толыбай Мырзаев дейміз, оңтүстік Қазақстаннан шыққан жауынгер. Келесі Алғадай Жамбылұлы, Жамбыл Жабаевтың үлкен ұлы, пулеметші тобын басқарған, Синельников маңында қаза тапқан. Бұл да үлкен ерлігімен дейміз. Келесі Ізғұтты Айтықов та енді барлығы Сталинград үшін шайқасқа қатысқан ғой, ерекше көзге түскен, Кеңес одағы батыры атағын алған. Сонымен қоса, құрметті оқушылар, 2 мәрте даңқ орденінің иегері болған. Даңқ орденін алу оңай емес. Ең жоғары атақ Кеңес одағы батыры атағы болса, онымен пара-пар даңқ орденін дейміз, 2 рет иегері атағын алған Ізғұтты Айтықов. Келесі Қойгелді Аухадиев, 5 немістің танкісін жойған, Фердинанд Зембрегін жойған, 3 автомашинасын жойған. Сол үшін Кеңес одағы батыры атағын берілген. Келесі Днепрден өту шайқастарына қатысқан, бұл Жәнібек Елеусізов, қазақтан шыққан ең жас Кеңес одағы батыры атағын алған, 18 жасында Кеңес одағы батыры атағын алған. Кейбіреуі кәдімгі үлкен бір 30-40 жасында аламай жүрсе, бұл кісі 18 жасында Кеңес одағы батыры атағын алған. Әрине өзі қайтыс болып кеткеннен кейін берілген дейміз, Келесі Әбу Досмұхаметов. Бұл да 43 жылы өзі гранатасын шешіп, жау танкісінің астына түседі. Сөйтіп, гранатасымен жау танкісін де жарып, өзі де қайтыс болады сонымен. Сол ерлік үшін бұған Кеңес одағы батыры атағы берілген дейміз, Жалпы 73-ші гвардиялық дивизияға Брянска, орталық, Воронеж, далалық майдандарда қатысқан. Одан ең мықтысы бұл Курск доғасында қатысты, Сталинградта қатысты. Сол үшін мынау шайқастарда 27 жауынгері Кеңес одағы батыры атағын алған. 210-ы Сталинградтағы түбіндегі батыр атағын алды дейміз, Курск шайқастарына қатысқан. Енді келесі Ленинград шайқасы. Жаңа Сталинград бітті, енді Ленинград. Ленинград ең ұзаққа созылған шайқастың бірі. 10 шілде 41 жылдан 10 тамыз 44 жылға дейін жалғасқан шайқас. Ленинградты қоршап алды. Ленинград қоршауы екі жағына қоршап алған немістер. Қоршауы 900 күнге созылған, 3 жылдан астам уақыт дейміз. Кеңес одағының солтүстік батысындағы үлкен шайқас, үлкен фронт дейміз, Осы Ленинградты жігерлендіру үшін Ленинградтың қаласында енді бір 2 миллионға жуық адам қоршауда қалып кетеді, Сол халықты жігерлендіру үшін Жамбыл Жабаев
Ленинградтық өренім деген үлкен өлең шығарған. 41 жылы жазған. Осы өлең Ленинградта соғысып жүрген қазақстандықтарға үлкен рух берген дейміз, иә. Енді Ленинградты байланыстырған, Ленинград десеңіздер, аяқта қоршау бар. Енді кәдімгі Кеңес одағының сарбаздары соларға қару-жарақ, Ленинградтың тұрғындарына азық-түлік тасып берген. Бұл Ладога деген көл бойынша осы жақта 310-314 атқыштар дивизиясы қызмет еткен, шайқасқан дейміз. Міне Ладога көлі маңында, яғни сыртқы әлеммен Ленинградты байланыстырған көл, Ладога көлі, азық-түлік, қару-жарақ тағы басқа жеткізіп отырған. Осы жеткізген Киров крейсері. Киров крейсер деген үлкен әскери кемені айтамыз. Соның аты Киров деген крейсерде бұл Ленинградқа, былайша айтқанда, азық-түлік, қару-жарақ тағы басқа жеткізіп, Ленинградты қорғаумен айналысқан. Сол үшін де үлкен атақ берілген. Осы Киров крейсерінде қазақстандықтар да болған. Қазақстандық 156 жауынгер болды дейміз, иә. Жалпы қазақстандық азаматтар Ленинград облысындағы 22 елді мекенді азат етуге қатысқан. Соның бірі Сұлтан Баймағамбетов. Сұлтан Баймағамбетов Ленинград түбінде 50-ден астам фашистің көзін жойып, өзінің кеудесімен жау зоты дейміз ғой, жау зот деген үлкен бетоннан жасалған, кәдімгі ішінде пулеметпен атылатын. Наның үстіне граната жарылса да ішіне әсер етпейді. Соны енді атылып тұрған пулеметті барып жау зотын кеудесімен жауып, өзінің жолдастарын ары қарай өткізіп жіберуге көмектескен. Сөйтіп қайтыс болған. Сол ерлігі үшін Кеңес одағы батыры атағын берілген дейміз, иә. Одан кейін Ленинград түбінде Дүйсенбай Шыныбеков мерген снайпершік болған, 172 фашистің көзін жойған, өте керемет көрсеткіш. Сөйтіп Кеңес одағы батыры атағын алған. Зубков бар солтүстік Қазақстаннан, бұрын темірші, ұсташы болып жұмыс жасаған, соғыста мерген болып қызмет етеді, иә. Одан кейін Қойбағаров, ол да атқыштар ротасының бөлімше командирі болған. Одан кейін Оңғарбаева 24-ші атқыштар бригадасында қызмет етіп, үлкен ерлік көрсеткен дейміз. Енді атақты қазақтың қыздарының бірі тағы да бұл Мәншүк Мәметова. 42-ші жылы өз еркімен майданға аттанған. Оның алдында Алматыда медицина институтын оқып бітірген. Майданға 100-ші атқыштар бригадасының құрамында пулеметші болып қатысады дейміз, пулеметші болған. Бұл Невель қаласы үшін шайқаста ерлікпен қайтыс болады. Невель қаласы үшін жаттап алыңыздар. Өзінің хатында отанға деген сүйіспеншілігімді дәлелдеймін деген, және дәлелдеді, дәлелдеп өзі жанын отан үшін пида етті, 44-ші жылы бұл Мәншүк Мәметоваға Кеңес одағы батыры атағы берілген. Келесі тағы бір батыр қазақтың қызы Әлия Молдағұлова. Бұл да енді бала кезінен жетім қалған, Мәскеуде, Ленинградта балалар үйінде өскен, 42-ші жылы өз еркімен майданға сұранып, майданға кеткен, яғни соғысқа кеткен. Соғыста мерген, яғни снайпершик болып қызмет еткен, Ленинград майданда қатысқан, 54-ші атқыштар бригадасының құрамында соғысқан дейміз. Бұл енді қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағы батыры атағы берілген, онымен қоса 3-ші дәрежелі даңқ ордені атағы берілген дейміз, Тағы батыр қыз қазақтан шыққан бұл Хиуаз Доспанова. Хиуаз Доспанова қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш қыз дейміз, Қыздардың арасынан шыққан тұңғыш ұшқыш. Бұл майданда, яғни соғыста 588-ші түнгі бомбалаушы авиаполкінде қызмет етеді. Бұл полкты жалпы немістер түнгі мыстандар деп аталған. Ночная ведьма деп атаған немістер Хиуаз Доспанованы. Түнде шабуыл жасайтын болған ғой, тек қана күндіз ұйықтайды. Бұл кісі Жуковский атындағы әскери әуе академиясын бітірген. 2004 жылы халық қаһарманы атағы берілген. Бұл кісіге енді қандай ерлік көрсетсе де Кеңес одағы батыры атағы берілмеген. Енді көп қазақтар ерлік көрсетті, бірақ көбісі аламай қалды ғой. Мықты небір ерлік көрсеткендер бар дейміз, Келесі Курск шайқасы. Курск шайқасы, құрметті оқушылар, бұл 2-ші дүниежүзілік соғыстың тағдырын шешкен тағы бір үлкен шайқастардың бірі. Немістер бұл шайқасқа өте қатты акцент қойды. Бұл шайқаста өзінің мықты деген, Леопард деген
Леопард деген үлкен танкілерін соғысқа шығарды. Жалпы дүние жүзіндегі тарихтағы ең үлкен танктер шайқасы десе, осы Курск шайқасы дейміз. Бұл шайқас Германияның арнайы жоспары бойынша жүргізілген цитадель деген жоспар. Бұл 43 жылы шілде тамыз айларында 2 айға созылған үлкен шайқас. Бәленбай миллиондаған адам қайтыс болған шайқас. Бұл Гитлердің мақсаты осы Курск доғасын жойып, кеңес әскерлерін қоршап, соғысты тез аяқтайын деп ойлады. Сөйтіп акцентті осыған қойды. Бұл шайқаста енді Англияның да ерлігі, Американың да көмегі өте көп болды. Солардың арқасында кеңес әскері, былайша айтқанда, стратегиялық бастаманы қолға алды. Неміс әскерлерінің түгелге жуық жоспарын біліп отырды. Қай кезде, қай жерден шабуыл жасайтынын, қандай күшпен келе жатқанын, ағылшындардың арқасында, америкалық барлаудың арқасында, соның арқасында өздері, былайша айтқанда, үлкен стратегия құра білді. Және солардан үлкен көмектері техника алып отырды. Соның арқасында Белгород, Орель азат етілді дейміз, иә. Бұл соғыстан кейін уже белгілі болды. Немістер бұл соғыста жеңілетіні белгілі болды. Бірақ қашан жеңілетіні, қалай жеңілетіні әлі де үлкен сұрақ болды. Бірақ бұл жеңіс кеңес одағы үшін үлкен жеңіс. Үлкен, былайша айтқанда, пәленбай адам қайтыс болса да, бұл кеңес үкіметі Германияның негізгі күшін талқандады. Сондықтан Сталин бұл жеңісті өте жоғары бағалап, тіпті Мәскеуде алғашқы жеңіс салютын, яғни отшашу атқан дейміз, біз жеңдік деп. Алғашқы үлкен соғыс. Бұл соғыста біз түбінде жеңеміз, өйткені үлкен шайқаста жеңіске жеттік деп. Бұл Курск шайқасына Әлімбетов, Сүлейменов, Жақсығұлов, Шөкенов, Шәкіров, Петров, Брусов, Бервецкий сияқты қазақстандықтар қатысып, жоғары марапаттар алып, ерекше ерлік көрсеткен. Осы шайқаста 25-ші гвардиялық корпусының командирі қазақтар туралы қазақ жауынгерлері Днепрден өтудегі шайқастарға отанға деген сүйіспеншілігін дәлелдеді. Олардың бойында Амангелді Имановтың батырлық қаны бар екенін тағы да көрсете білді деп, үлкен қазақстандықтардың ерлігін жоғары бағалаған дейміз. Енді партизандар. Негізі партизандар, құрметті оқушылар, жау тылындағы, жаудың оккупациясындағы аймақтардағы халықтардан құралады негізі партизан деген. Мысалға, Украинаны жаулап алды ғой немістер. Сол Украинада жаулап алынған жерлердегі украиндықтар немістерге қарсы бірлесіп, немістерге қарсы, былайша айтқанда, қастандық ұйымдастыру, теракт ұйымдастыру, жалпы соларға қарсы күрес жүргізу. Соны партизан дейміз. Біз ешқандай қазақстандықтар партизан бола алмайды, себебі Қазақстан территориясына немістер басып кірген жоқ дейміз, жаулап алған жоқ. Бірақ қазақстандықтарды енді бір кеңес үкіметі деп, бір мемлекет деген сияқты жалаумен қазақстандықтарды сол жерлерге арнайы енді парашютпен тастады, немесе жіберді түрлі айыл арқылы. Сол жерлерде қазақстандықтар кәдімгі партизандық отрядтарда қызмет еткен. Сондықтан қазақстандықтар да партизан болды деп айта береміз. Қазақстандықтардың арасынан 3,5 мыңға жуық партизан қызмет еткен. Оның 1,5-ы Украинада, 1,5-ы Белоруссияда, 65-ші бригадада қызмет еткен, 1,5-ы Белоруссияда. Одан кейін Ленинград облысында 220-сы, Смоленск облысында 15-ші бригаданың құрамында 270 қазақстандық партизан құрамаларында қызмет еткен дейміз, ерлікпен соғысқан. Одан қала берді енді Польшаны Жамбыл облысынан Сәттімбек Төлешев, Шығыс Қазақстан облысынан Константин Трокин, Қарағанды облысынан Михаил Абдейщик, Қызылорда облысынан Омар Тойымбетов Польшаны азат етуге қатысқан атақты партизандар. Енді Чехословакияны алматылық Алексей Илин, семейлік Николай Мошкин, оңтүстік Қазақстаннан Жұбандық Сұранқұлов, павлодарлық Николай Таранов құраманы басқарған. Чехословакияда құраманы Петр Величко дейміз. Келесі Югославияны көкшетаулық Телжан Желхожин, ақтөбелік Арық Есентаев, былайша айтқанда, азат етуге қатысқан партизан дейміз. Грекияны алматылық Петр Рев, Францияны Дәулет Қаражүмин,
Италияда 23 қазақстандық болған. Белгілілері Қарағандық Тәкеш Әлпейісов, Қызылордалық Қалданбек Дүйсенбеков, Ақтөбеден Жаймақ Көлшіков, Целиноградтан Николай Дрожаков, Целиноградтан Топай Садуақасов. Енді партизандардың барлығын алар көп келе бермейтін шығар. Мүмкін кеп қалады. Сондықтан енді бір қарап шығуға былайша айтқанда зияны жоқ, иә, пайдасы болмаса бір қарап шығудың. Енді Бельгияда да тұтқынға түскен қазақстандықтар қашып шығып тұтқыннан партизан әскерінен партизан құрамаларында қызмет еткен. Мысалға Ақтөбелік Өтеген Абдуллин, Алматылық Иван Карасиев, Ақтөбелік Борис Бондаренко, Талдықорғандық Федор Малахов қызмет еткен дейміз, иә. Енді белгілі партизан мыналарды жаттаңыздар. Бұл Қасым Қайсенов, Ғалым Ахмедияров, Ғалым Омаров, Нұрым Сыдықов, Әди Шәріпов, Тоқтағали Жангелдиндер қызмет еткен. Халық кекшілдерінің қатарында соғысқан қыздар да болды, яғни партизан қыздар. Нұрғаным Байситова, Тұрғаш Жұмабаев, Жамал Ағаділова деген мықты партизан қыздар болған. Атақты партизан бұл Қасым Қайсенов. Батыс Украинада, Молдовияда, Закарпатьеде соғысқан партизан болып. Бірінші дәрежелі отан соғыс ордені, үшінші дәрежелі Богдан Хмельницкий орденімен марапатталған. 95 жылы Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілген дейміз, иә. Келесі енді Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігін айтайық. Рахымжан Қошқарбаев жалпы Ақмола облысы Тайтөбе ауыл маңында дүниеге келген. Қазіргі енді Астананың маңында Тайтөбе деген ауыл бар. Сол жақта дүниеге келген. Бұның әкесі саяси қуғын-сүргіннің құрбаны, яғни ГУЛАГта азапталған адам. Бұл кісі 43 жылы Фрунзе, қазіргі Бішкектегі офицерлік училищені бітірген. 45 жылы бұның ерлігі Рейхстагқа бірінші болып кеңес туын тіккен дейміз, иә. Бұның серігі Григорий Булатовпен бірге екеуі Рейхстагтың төбесіне жеңіс туын тіккен дейміз. Бұны енді көп кеңес үкіметі мойындай да бермейді, иә. Енді марапаттар сол Берлинді алуда қатысқан ерліктер үшін жауынгерлік Қызыл ту орденімен марапатталған. 2001 жылы халық қаһарманы атағы берілген Қазақстаннан. Енді Қазақстаннан шыққан қазақстандықтардың Кеңес одағы батыры атағын алғандар. Жалпы Кеңес одағы батыры атағын 497 ғана қазақстандық алды. Даңқ орденінің толық иегері 110-нан астам адам. Жалпы 12 дивизия қатысты, соның барлығы құрмет атағын алған. Оның ішінде 5-еуі 1 орденмен, 4-еуі 2 орденмен, 2 дивизия 3 орденмен марапатталған дейміз, иә. 5 дивизия, 12-нің 5-еуі гвардиялық дивизияға айналып, үлкен атаққа ие болады. Кеңес одағы батыры атағын алған қазақ қыздары 2-еу, Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова дейміз. Ал Кеңес одағы батыры атағын алған, бір емес 2 рет алған ұшқыштар бар. 4-еуі де ұшқыш. Талғат Бегелдинов, Сергей Луганский, Иван Павлов, Леонид Беда дейміз, иә. Қазақстандық 2 мәрте атағын алған 4-еуі. Жаттаңыздар. Енді Бауыржан Момышұлы жаңа айттық, Мәскеу түбінде ерлік көрсеткен, дивизияны басқарған, өзінің батальонын 27 рет жау қоршауынан алып қалған, соғысты полковник шенімен аяқтаған. Өзі былайша айтқанда дивизияны басқарса да, полковник шенімен дивизия басқарған. Батыр атағы 90 жылы берілді, иә. Келесі Сағадат Нұрмағамбетов. Сағадат Нұрмағамбетов үлкен бөлімді басқарған соғыста. Берлин шайқасына қатысқан, Кеңес одағы батыр атағын алған және Қазақстанның тұңғыш алғашқы, яғни қорғаныс министрі, тәуелсіз Қазақстанның дейміз, иә, Сағадат Нұрмағамбетов. Келесі Сабыр Рахимов. Қазақтан шыққан тұңғыш генерал атағын алған адамдардың бірі. Мен 43 жылы алған, қателеспесем, 43 жылы бір 3-4-еуі генерал атағын алады қазақстандықтардың. Қазақтан солардың бірі Сабыр Рахимов. Бұлған енді өзі былайша айтқанда соғыс кезінде онша ерлігін еленбей, батыр атағын берілмеген. Батыр атағы Кеңес одағының батыры 65 жылы бірақ береді дейміз, иә. Енді Рейхстаг үшін шайқасқан лейтенант Рахымжан Қошқарбаев, капитан Шупрета, минометші Бақтыгереев, пулеметші Вицко, байланысшы Валашаев дейміз, иә. Қошқарбаев алғаш болып жеңіс туын тіккен. Берлинге қатысқан қазақстандықтар жерлестеріміз десе Сиянов, Қайдауов, Тұрарбеков деп жаттаңыздар. Енді екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы. Жалпы 43 жылы Курск шайқасы жеңгеннен кейін кеңес үкіметі басқа жерлерді
былайша айтқан негізі Сталинград шайқасынан кейін контр атакаға, яғни немістерге қарсы бұрындары Сталинград шайқасы жеңгенге дейін кеңес үкіметі тек қорғанды. Оларға қарсы атакаға шықпады, яғни шабуылға шықпады. Сталинград шайқасында жеңгеннен кейін оларға қарсы шабуылға шықты. Сталинград шайқасы 43 жылы жеңеді. Сол 43 жылы Курск шайқасында жеңеді. Курск шайқасы шамамен Сталинградтың жанында бір ары кетсе 500 километрдің айналасында, иә. Сол соғыста жеңгеннен кейін дереу түрде тез арада кеңес одағының территориясын азат етеді. 44 жылға дейін азат етіп бітеді. Енді 44 жылы Европаның басқа елдерін азат етеді кеңес әскерлері. Кеңес жерінен толық қуып шықты ғой немістерді. Содан кейін Европаның Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, Югославия, тіпті Германияны да басып кіріп азат еткен кеңес әскерлері. Мысалға қазақстандықтар да қатысты. 387 дивизия Румыния, Болгарияны азат етуге қатысқан. 73-ші гвардиялық дивизия Югославияны азат етуге қатысқан. Берлин операциясына 150-ші атқыштар дивизиясы қатысты, иә, Қазақстаннан шыққан. Рейхстагқа Рахымжан Қошқарбаев, Григорий Булатов, Михаил Еремин ту тіккен дейміз, иә. Енді не керек, кеңес одағы Берлинді жаулап алады. Сөйтіп, неміс әскерлері кеңес одағына берілу туралы капитуляцияға қол қояды 8 мамыр күні. Сөйтіп 9 мамыр күні жеңіс күні тойланады. Бірақ екінші дүниежүзілік әлі біткен жоқ. Немістердің бұрынғы одақтасы Жапония әлі соғысты жалғастырып жатыр. Сондықтан 45 жылы қателеспесем тамыз айында кеңес әскерлері Жапония басып алған территорияға әскерін кіргізеді. Яғни Жапон армиясымен соғысты бастайды дейміз. Сөйтіп Кореяны азат еткен. Кореяны Қытайдың біраз бөлігін азат етеді дейміз, иә. Міне, Жапонияның Квантун армиясымен шайқасқан. Оған 2027 қазақстандық марапатталған сол соғыс үшін. 14-ті Кореяны азат еткен үшін деген марапатталса, 234-ті Жапонияны азат еткен үшін деген, жеңген үшін деген марапат алған дейміз. Жалпы Германия 8 мамырда капитуляция актісіне қол қойыпса, 9 мамыр күні жеңіс күні деп атап өтеміз. Жеңіс күні болып белгіленді. Ал Жапония 45 жылы 2 қыркүйекте ақш-тың үлкен кемесі бар, Миссури деген. Сол кемеде ақш-тың алдында тізе бүгеді. Сонымен 2 қыркүйекте 2-ші дүниежүзілік соғыс, адамзат тарихындағы ең үлкен соғыс аяқталады. Жалпы 72 мемлекет қатысқан, 55 миллионнан астам адам қаза тапқан, адамзат тарихындағы ең зұлмат соғыс аяқталды дейміз, иә. Енді қазақстандықтар қандай шайқастарға қатысты? Мәскеу, Ленинград, Сталинград, Курск, Днепр, Европаны азат етуге қатысқан, тіпті Жапониямен де соғысқан, иә. Соғыстан кейін ғана марапатталған адамдар бар. Олар Бауыржан Момышұлы, Бақтыораз Бейсекбаев, Хиуас Доспанова деген сияқтылар ерліктері соғыстан кейін ғана марапатталды. Енді Түркістан легионы. Түркістан легионы деген жалпы білесіздер ма? Сіздер немістер басып кірген кезде көбінесе алғашқы шекара маңындағы көп деген әскери базаларды бірден жаулап алған, бірден әскерлері берілген, соғысқа дайын болмаған. Тіпті Киевтегі 500 мың әскер немістің деп қой, кеңес одағының 500 мың әскері немістерге тұтқынға түсіп қалады. Ойлаңыздаршы, 500 мың әскер тұтқынға түсіп қалды. Оны енді Сталинге айтқан, эвакуация жасайық деп, оларды кейін шегіндірейік деп. Сталин ешқашанда кейін шегінбейсіңдер, Киевті өлсеңдер де қорғаңдар деген. Сөйтіп енді олар соғыса алмайды, қару-жарақ жетіспейді, тағы басқа жетіспейді. Соның кесірінен 500 мыңнан астам адам тұтқынға түсіп қалады. Одан қала берді басқа да қалаларда көптеген адамдар түсіп қалған. Ол қалаларда орталық Азиядан, Қазақстаннан барған адамдар қызмет еткен әскери. Сол орталық Азиядан, яғни түркі тілдес халықтар немістерге тұтқынға түсіп қалып, лагерлерге жіберілген пәленбай мыңдаған, миллиондаған адам. Сол немістер оларға айтады: сендер былайша айтқанда коллаборационистер боласыңдар дейді. Яғни біз жағымызда соғысасыңдар, кеңес үкіметіне қарсы дейді. Әйтпесе сендерді қинап өлтіреміз дейді.
Сөйтіп енді 80% тұтқынды қинап өлтірген. Ал 20%-ға жуығы Түркістан легионының қатарына қосылған. Яғни Түркістан легионы деген осы Қазақстан, Орта Азия, яғни түркі халықтарынан құралған әскери бөлім. Ол Германия жағында Кеңес одағына қарсы соғысқан бөлімді Түркістан легионы дейміз, иә. Коллаборационизм деген жау жағына өтіп, соларға қызмет ететін адамдарды коллаборационисттер дейміз, иә. Енді үлкен Түркістан деген жоба, үлкен Түркістан деген Гитлердің арнайы жобасы, Кеңес одағын жаулап алғаннан кейін Қырым бар, Орта Азия, Ауғанстан, солтүстігі Шынжаң, Қазақстан, осы аймақтарды қосқан үлкен бір мемлекет құрамыз деді. Бұл әрине қуыршақ мемлекет. Гитлердің былайша айтқанда не айтса жат десе жатып, тұр десе тұратын мемлекет құрамыз деді, иә. Бұл не үшін құрмақшы болды? Бұны енді ұсынған Арбайтеге Майнштаф деген үлкен немістердің барлау құрылымы осы жоспарды жасаған. Неге жасады? Себебі осындай мемлекет құрамызда бізді шикізат базасы ретінде қамтамасыз етеді, азық-түлікпен қамтамасыз етеді деді, және Кеңес одағының ыдырауына қол жеткіземіз деді. Сөйтіп түркі халықтарына осыны ұсынды. Сендер былайша айтқанда бізбен соғыссаңдар, ертең жеңсеңдер, жеңеміз біз деді, иә. Жеңгеннен кейін үлкен Түркістан деген мемлекет құрып береміз, сол жақта тәуелсіз мемлекетте өмір сүресіңдер деді. Сондай уәде берді. Бірақ шын мәнінде ол алдау болатын, иә. Құрметті оқушылар, жалпы Қазақстан тарихындағы ең ұзақ тақырып аяқталды, өттік. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Көбісі негізі белгілі информациялар. Түсініксіз болса қайтадан көріп шығыңыздар, тестпен жұмыс жасаңыздар. Түсінікті болса лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып қойыңыздар. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.